Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, мұғалімдер. Бүгін біздің программамыз Learning. Бұл программа арқылы көптеген жұмыстарды жасауға болады. Әсіресе кішкентай бастауыш пәні оқушыларына көптеген ақпараттарды, сәйкестендірулерді үйретуге болады. Мысалы, найти пару дегенді алатын болсақ, бұл жерде яғни қалай жұмыс істейміз бұнымен. Бұл жерде создать деп басамыз. Яғни бұл жерде жаңа шығады. Мына жерге жаратылыстану болатын болса, жаратылыстану, немесе қазақ тілі деп жазатын боламыз. Текстқа өздеріңіз қалаған бір мысалы жаңбыр немесе болт деп жазатын болсаңыздар, астына картинкасы болады. Бұл картинкаға яғни сәйкестендіру. Біз солай қызмет атқарады. Мысалы, сіздерге өзімнің жұмысымды көрсете кететін болсам, бұл жерде негізі қазақ тілі, яғни әліппе көрсете кететін болсам, бұл жерде негізі қазақ тілі, яғни әліппе. Бұл жерде мысалы алма осылай сәйкестендіреді. Яғни бұл өте тиімді болады.